Арнайы шығарылымның кезекті саны бұл жолы Бәйдібек ауданында жалғасын тапты. Бүгінде ауданда 50 мыңға жоқ тұрғыны бар. Осы халыққа қызмет көрсететін негізгі мекемелердің бірі Мансап орталығы. Бағдарлама барысында орталық арқылы жүзеге асып жатқан мемлекеттік бағдарламалар, олардың нәтижесі жұмыспен қамтылған азаматтар, кәсіп бастаған тұрғындар және жастар практикасы арқылы еңбек жолын бастаған жандардың жұмысымен жақынырақ танысатын боламыз. Бәйдібек ауданы бойынша 48 мың халық орналасқан. Яғни біздің Бәйдібек ауданы Мансап орталығының мақсаты аудан тұрғындарын, жұмыссыз азаматтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу. Яғни атап айтатын болсақ, 2025 жылғы орындалған жұмыстарға келетін болсақ, бізде 2025 жылы жұмыспен қамту мақсатында 4201 азаматты жұмыспен қамту жоспарланса, жыл қорытындысымен 4248 азаматты жұмыспен қамтып, яғни тұрақты және уақытша жұмыс орындарымен қамтыған болатынбыз. Оның ішінде атап айтатын болсақ, ұлттық жобалар аясында құрылған жаңа жұмыс орындары шеңберінде 6 жоба, және яғни 140 азаматты 6 жобаға жұмыспен қамту шаралары жоспарланса, яғни 6 жоба аяқталып, 140 азамат уақытша және тұрақты жұмыс орындарымен ұлттық жобалар аясында құрылған жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз етілді. Және де 10 мың тұрғынға 100 жаңа жұмыс орны бағдарламасы аясында 650 жұмыс орны ашылу керек болатын болса, бізде аудан көлемінде жыл соңында жыл қорытындысымен 651 жаңа жұмыс орындары ашылған болатын. Және де тұрақты жұмыс орындары. Тұрақты жұмыс орындары 2025 жылғы Бәйдібек ауданы бойынша 2106 азаматқа жоспар бекітілген болатын болса, жыл қорытындысымен 2134 азаматты жұмыспен қамтып, яғни жоспарды 101%-ға орындадық десек те болады. Және де субсидияланатын жұмыс орындары 2025 жылы 1236 адам жоспарланып, 1249 азамат жұмыспен уақытша жұмыс орындарымен, яғни субсидияланатын жұмыс орындарымен қамтамасыз етіліп, жоспар толығымен орындалған болатын. Және де мемлекеттік гранттарға тоқталатын болсақ, бізде былтырғы жылы, яғни 2025 жылы 69 азаматты мемлекеттік грантпен қаржыландыру жоспарланса, оның толықтай 69 азаматымыз мемлекеттік грантпен қамтамасыз етіліп, оның ішінде 2 азаматымыз, пробация есебінде тұрған азаматымыз өтініш білдіріп, 2 азамат мемлекеттік гранттың қаражатын ұтып алып, қазіргі таңда өз кәсіптерін жүргізуде. Қандай бағыттар бойынша? 2 азаматымыз пробация есебінде тұратын азаматтарымыз, біреуі құс бағытында, құс шаруашылығын дамыту, екіншісі мал бордақылау алаңдарын салу. Ол азаматтарымыз қазір өз кәсіптерін жүргізіп жатыр қазіргі таңда. Осы бағыт бойынша биылға жоспар қалай? Биылғы жоспарымыз 2026 жылға мемлекеттік грантқа, яғни 33 адамға қарастырылған жоспар. Ол алдағы уақытта өтеді. Комиссияның мүшелері қарауымен, комиссияның отырысында қаралып, яғни өтініш білдірген азаматтардың өтініштерін қабылдап, одан кейін комиссияның шешімімен 2026 жылы алдағы уақытта қаралып, өз межесіне жететін болады. Биылғы жылға ең маңызды мәселе тұрақты жұмыспен қамту, азаматтарымызды тұрақты жұмыспен қамту. Бізде биылғы жылға 1630 адамға жоспар бекітілген болатын болса, яғни облыс әкімінің хаттамалық тапсырмасына сәйкес тағы да қосымша 1630-ға жуық азамат тағы да қосымша бекітіліп отыр. Яғни біздегі ауданымыздағы ашылатын жаңа жұмыс орындар бар. Және де басқа да бос жұмыс орындарымен қамтамасыз етіп, халықты жоспарды жыл соңына дейін 100% орындауға жұмыс жүргіземіз. Ауданымызда көбінесе шаруашылықпен айналысады. Мал шаруашылығы основном біздің аудан көлемінде. Енді ірі кәсіпорындар жоқ десек те болады. Бір ғана кәсіпорнымыз бар, үлкен Біріккен Араб Әмірліктерінен келіп ашқан дуадақ құсын өсіру компаниясы бар, Біріккен Араб Әмірліктерінен келіп ашқан. Сонда ауданымыздың халықтың біршамасы жұмыспен қамтылған, яғни құс бағушы деген сияқты біршама вакансиялар бар. Ол жерде сезонный жұмыстар, тұрақты жұмыстар енді аз десек те болады. Ол жерде сезонный жұмыстар договор келісім шартпен аудан тұрғындарын жұмысқа қабылдайды 6 ай мерзімге дейін, 6 айдан 8 ай мерзімге дейін.
Халық жаймен үйреніп жатыр десек те болады. Бірінші кездерде енді кішкене цифрландыру жағынан сәл халықпен түсіндіру жұмыстары сәл қиындау болды. Қазіргі таңда үйреніп қалды десек те болады, бір шамасы. Әрине бар, шалғай елді мекендерде әлі оны түсінбейтін халықтың тұстары бар, бірақ оның барлығына біз жеткілікті түрде түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, және де түсінбеген азаматтарға осында қызмет көрсетіп жатырмыз. Жалпы бағдарламалар бойынша бірінші кезекте әлеуметтік желілерге жариялап отырамыз. Одан кейін тек ол әлеуметтік желімен тоқтала алмай, ауылдық әкімдіктерде, ауылдық шалғай елді мекендерді аралау барысында түсіндірме жұмыстарын барлық бағдарламалар бойынша, оның заңдылықтар бойынша қалай қатысу керек, қалай оны жұмыс жасау керек, барлығын біз елді мекендерді аралау барысында түсіндірме жұмыстарын жүргіземіз. 2025 жылы 4 рет өткіздік бос жұмыс орындары жәрмеңкесі, және де пробация есебінде тұратын азаматтармен бос жұмыс орындарын ұсыну деген сияқты бос жұмыс орындары жәрмеңкесі 4 рет өтті, 90 сайын былтырғы жылы. Биылғы жылы да 4 жәрмеңке өткізу, және де тағы да қосымша өзіміз жұмыс орындары ашылып жатқан жағдайда қосымша тағы да жәрмеңкелер өткізуге жоспарлап отырмыз. Мансап орталығында бізде 24 қызметкер бар, яғни 4 бөлімнен тұрады. Жұмыс берушілермен жұмыс жасау секторы, жұмыс іздеушілермен жұмыс жасау секторы, әлеуметтік көмек секторы, және де оқыту секторы болып 4 секторға бөлінеді. 4 секторде жалпы 24 қызметкеріміз бар. Қазір біз 2024 жылы мемлекеттік грантты ұтып алып, бөдене шаруашылығын дамытуға, яғни бизнес жоспары бөдене шаруашылығын дамыту болған. 2024 жылы мемлекеттік грантты ұтып алып, қазіргі таңда өзі ары қарай дамытып, яғни тағы да күш салып, кеңейтіп, алдағы уақытта енді 2,5% ауыл аманаты бағдарламасы бойынша несиеге тағы да ұсынып жатыр. Ары қарай одан да ары қарай кеңейтем деген құс шаруашылығы бар, бөдене шаруашылығы, яғни қазіргі таңда Шымкент қаласында біршама ресторандарды ет бағытында, жұмыртқа бағытында қамтамасыз ету жұмыстарымен айналысып жатыр. Сол құс шаруашылығына барамыз, соның жұмысымен танысамыз. Және де былтырғы жылы бағдарламаға қатысушы, күміс жас бағдарламасына, жастар практикасына қатысушы бағдарламаға қатысушыларға аралап жұмыстармен танысатын боламыз. Яғни былтырғы жылы жастар практикасын аяқтап, тұрақты жұмысқа қалған азаматымыз бар. Сол бойынша соның жұмыстарымен танысуға барамыз. Және де біздің бағдарламаның ішіне кіретін күміс жас бағдарламасы бар. Сол бойынша жұмыс атқарып жатқан азаматтардың жұмыстарымен танысатын боламыз. Сұхбатында айтқандай 2024 жылғы мемлекеттік грантты ұтып алған азаматымыздың құс шаруашылығына келіп жатырмыз. Біз осы жерде көріп, толықтай танысатын боламыз жұмыстарымен. Яғни бұл кісілер 2024 жылы мемлекеттік грантты ұтып алып, қазіргі таңда шаруашылығын кеңейтуде. Сол кісілердің жұмысымен таныссақ. Бұл кәсіпкер мансап орталығының нәтижелі жұмысының бір көрінісі, ол 2024 жылы мемлекеттен қайтарымсыз грант алып, өз кәсібін бастаған. Бүгінде бастаған ісі өрге домалап, кәсіпкер еңбегінің жемісін көріп отыр. Алғашында шағын ғана басталған кәсіп, қазір кеңейіп, кәсіпкер 2000-ға жоқ бөдене өсіріп отыр. Негізінен жұмыртқа мен етті бағытында жұмыс істейтін бұл шаруашылық бүгінде тұрақты табыс көзіне айналған. Саламатсыз ба? Қош келдіңіздер. Мегаполис ақпараттық агенттігі. Келіп қалдыңыз жұмысыңызбен танысуға. Келдіңіздер. Біздің жұмыс осы көріп тұрғанымыздан кәсібіміз бөдене шаруашылығы. Бөдене шаруашылығымен айналысып жатқанымызға қазір таңда 3 жылдың көлемі болды енді. Бұда енді жоқ деп айтпаймыз. Енді өзіміз алдымызға қойған мақсаттар бар. Жай барлығы өз қалпымен, өз орнымен келіп жатыр. Бұл кәсіппен менің әкем айналысып жатыр. Қазіргі таңда денсаулығының
орташа жағдайына байланысты санаторияға барып ем қабылдап жатыр. Сол себепті бұны мен әкеме көмекшісі боламын. 2 адам болып атқарамыз бұны. Бұл жерде жалпы бөденені айналысу әкемнің асқазан ауырғанына байланысты жұмыртқасын алып бастап ішіп емделіп бастады. Содан дұрыс нәтиже көрдік. Енді өзіміз асырап көрейік, осыны қолға алып көрейік деп кішкене бір 100 шақты бөденені алып өзіміз асырап бастадық. Сол өзіміз әкем күнделікті жұмыртқасын өзі ішіп тұтынып бастады. Соған жұрттардың қызығушылығы туындап әкемнен бағана сұрады бөдене жұмыртқасын. Солай біздің өзіміз ары қарай осы кәсіпті кәсіп қылып мемлекеттен осы ауылымыздың атынан қайтарымсыз несие алдық. Сөйтіп бөдене шаруашылығын кішкене бастап, алдағы уақытта өзіміз қолға алып, үлкен жоспарлар құрдық. Қазіргі таңда осы бөденені айналысып жатқанымызға 2-3 жылдан асты. Осы жаңа қора соқтық. Бөденелерге жайлы клетка, бағана боғы өзі автоматты түрде тазаланатын оборудованияларын алдық. Керекті жабдықтарын бәрін алдық. Бұның жұмыртқасын адамдар емдік қасиетке ішеді және бөдененің етін емдік қасиетке тұтынады. Келесі танысқан жұмыс орындарының бірі Мансап орталығы арқылы жүзеге асып жатқан Күмісшаш жобасы. Осы жоба аясында 3 жылдан бері тұрақты жалақысын алып, еңбек етіп жүрген азаматтардың бірі Бөреев Серікбай қазіргі таңда ол ауданда орналасқан тәтті өнімдерін дайындайтын орында жеткізу қызметінде жұмыс атқарып келеді. Бұл жоба арқылы азаматтар тұрақты жұмыспен қамтылып, өз еңбегі арқылы тұрақты табыс тауып отыр. 23 жылды Мансап орталығына барып, сол жерде Күмісшаш жобасы бар екенін естіп, сол жерге тіркелдім. Содан бері 3 жыл болып қалды. Жұмыс істеп жатырмын. Мансап орталығына рахмет. Есімім Бөреев Серікбай, Бәйдібек ауданы Шаян елді мекенінде тұрамын. Міндетім жеткізіп беруші тапсырысты. Тұрақты айлығымыз бар, рахмет Мансап орталығына. Айлығымызды аймамай алып тұрмын. Бәрі жақсы. Келесі кезекте жастар практикасы бағдарламасы арқылы жұмысқа орналасқан жас маманның жұмысымен таныстық. Қадірәлі Талғатұлы Шымкент қаласындағы Халықтар достығы университетінің түлегі. Ол 2024 жылы Мансап орталығы арқылы жастар практикасы бағдарламасымен аудандық әкімдікке жұмысқа орналасқан. Қазіргі таңда жас маман осы мекемеде тұрақты жұмыспен қамтылып, өзінің алғашқы еңбек жолын бастап, мемлекеттік қызметте адал еңбек етіп келеді. 2024 жылы Шымкент қаласындағы Халықтар достығы университетін құрылыс мамандығын бітірдім. Бітірген соң Бәйдібек аудандық Мансап орталығына жұмыссыз ретінде тіркелдім. Мансап орталығы мені Бәйдібек аудандық құрылыс сәулет және қала құрылысы бөліміне жастар практикасымен жолдады. Мен сол жердегі қызметкерлерге алғысымды айтам. Қалай құжат тапсыру керектігін жөн сілтеп жіберді. Қазір сол жерде жастар практикасын аяқтаған соң бас маман болып жұмыс жасап жатырмын. Келесі кезекте қайтарымсыз грант иегерінің жұмыс барысымен таныстық. Бейсенбекова Нұрбибі мемлекеттік гранттың көмегімен аудан орталығында жылдам тамақтанатын орын ашқан. Қазіргі таңда мұнда донер, бургер секілді түрлі жылдам дайындалатын тағамдар дайындалып тұрғындарға ұсынылуда. Бүгінде кәсіпкер өз кәсібін дөңгелетіп, халыққа қызмет көрсетіп келеді. 2025 жылы жаз айында осы грантты ұтып алдым. Сол грантты осы фастфуд ашамын деп алдым. Соның гранттың жаңа алған ақшама, теңгеме сумама, осының ішіне дүниелер алдым. Морозильник, холодильник, пицца пешім бар, одан кейін чикен пеш. Осы фастфудқа керекті құжат ненің бәрін алдым, бұл дүниелерді. Содан бері жұмыс жасап келатырмыз. Жұмысымыз жақсы жүріп отыр, Аллаға шүкір. Bu yerде донер дайындаймыз, фастфудтар дайындаймыз, бургерлер дайындаймыз, пицца, чикен, гриль, сондай самса деген сияқты тағамдар дайындаймыз. Енді бұл жерге 4 жұмысшым бар. Клиенттер жақсы келіп жатыр. 100 адамға дейін келеді. Жақсы тағам, поварларымыз да жақсы тәтті тағамдар шығарып жатыр.
Бәйдібек ауданындағы бүгінгі сапарымыз жай ғана танысу емес, нақты нәтижелердің көрінісі болды. Мемлекеттік қолдаудың арқасында кәсібін бастаған кәсіпкерлер, еңбекке араласқан азаматтар және болашағына нық қадам басқан жастар, мұның барлығы Мансап орталығының жұмысының нақты дәлелі. Ал бұл жұмыстар алдағы уақытта да аудан тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға қызмет ете бермек.